Қайырлы кеш достар. Қазір лагманға дайындалатын, домашний лагманға дайындалатын, тұздалатын жанду, перецті тұздайтын боламыз. Бұл тек қана лагманға ғана емес, сонымен қатар фунчоза деген салатқа да жақсы келеді. Жандуды салдым, тұз септім, тұзды аямаңыздар. Бұның бәрі толық сінбейді, өзіне керегін ғана сіндіріп алады. Енді біз жусайды саламыз. Әдемлеп төсеп, жусайдың бетінде жақсылап тұздаймыз. Жақсылап тұздаймыз. Арасын бәрін ашыңыздар. 1 килограмм тұз алдым. Көлеміне қарай, өздеріңіздің тұздайтын заттарыңызға қарай. Осымен ол жақсы сақталады қыс бойы. Ешқандай бұзылмайды, сондықтан тұзды аямаңыздар. Енді полугорький перец, жартылай ашты бұрыш және де тәтті бұрыш алдым. Әрқайсысына ішіне бір қасық тұздан салатын боламын. Тұзды саламыз, жақсылап ішіне өстіп аламыз. Тағы да салсаңыздар да болады, ешқандай артық болмайды тұз. Жартылай ашты бұрышты да солай тұздайсыздар. Жақсылап бұны да әр жеріне тигізіңіздер тұзды. Бәріне тұз салдым, бір үстінен тұз септім. Менде азақ қалды. Себебі менде перецім аз, көп істеген жоқ, маған жетеді. Міне, осынша тұз қалды. Енді тарелкамен бетіне тарелка саламыз. Және де үстіне тас бастырсаңыздар жақсы болады. Менде тас жоқ. Пока мен осындай банка басамын. Осыны 1-2 күнге қоямын. Суы шығады. Өзінің суында 10 күндей тұру керек. Содан кейін холодильникке басқа ыдысқа саламын.